Вараның мәні. Вара шариғат шарттарын орындауда күмәнді нәрселерден қашу. Діндегі күмәнді нәрселер рұқсат етілгені немесе тыйым салынғаны анық емес нәрселер. Дінде вараның маңыздылығынан шейх Әбул Хасан Құдси рух былай түсіндіреді. Жүректеріңді дүниелік нәрселерге байлаудан, әйелдерге деген сүйіспеншіліктен, нәпсі құмарлықтан сақтаныңдар. Барлық нәрседе Алла Тағаланың саған берген нығметіне риза бол. Егер оған Алла Тағала разы болатындай амалмен қол жеткізгің келсе, оған шүкіршілік ет. Ал егер оны жаратушының ашуын тудыратындай етіп алсаң, сабырмен одан бас тарт. Аллаға деген махаббат барлық жақсылықтардың айналатын өсі сияқты. Бұл иеліктерді қорғаушы қамал 4 қасиет: шынайы тақуалық, ізгі ниет, істегі шынайылық пен дін ғылымымен айналысу. Дегенмен, егер тақуа мұсылман адаммен немесе саған нұсқау беретін ұстазбен байланысты болмасаң, бұл 4 қасиет сенің бойыңда кемеліне ермейді. Шариғат рұқсат еткен нәрселерден басқа, дүниелік нәрселерді өзгеден алудан сақ бол. Қазылар харам жолмен алуға дағдыланған дүниеге қолыңды созудан сақ бол. Ібліс оларға қоқысты алтынмен аптап, уды тәттімен қаптап безендіріп қойды. Дәмі тәтті, бірақ өлтіретін уды ішу немесе алтынға ұқсайтын қоқысты таңдау ақымақтың әрекеті. Расында бұл дүниенің материалдық құндылықтары шектеулі. Дүние байлығының көбі таусылды, аз ғана бөлігі ғана қалды. Оның өзі бұзылған. Алла Тағала мәңгілік өмір қайырлы әрі ол тұрақты. Аля сүресі 17 аят дейді. Ұстазы қарызға ақша алған шәкіртіне былай деді: ей балам, тасауф ғалымдары Алла жолындағы адамға адамгершілік, ержүректік, батылдық шарт деген. Бірақ сен қорлықты, қорқақтық пен су жүректі таңдапсың. Батылдықтың мәнін түсінбепсің. Арсыздыққа апаратын әрекет жасадың. Өзге адамнан ақша алуға қалай болмайсың? Сыйлықтан бас тарту шариғатта құпталмаса да, бас тартуға болмайтындардың сыртында мен оларды қабылдамайтынымды білесің. Алсам да мүмкіндігімше орнын толтыруға тырысамын. Ей балам, мен адам қолындағыдан бас тартқан тау текесіндей болғанды жөн көремін. Дүние байлығын бәрін қоссаң да, Алла Тағала үшін масаның қанатындай болмайтын дүниені адамдардан күтетін ешкі сияқты болғым келмейді. Ибрахим ибн Адхам Құдси рух: азығыңды шариғат рұқсат еткен жолмен тап, сонда күндізін нәпіл ораза ұстап, түнде ғибадатқа тұруға қажет қалмайды. Вара Алланың нығметін қолдауынан тыймайды. Шынайы вараны Алла Тағаланың нығметтерінен ләззат алумен бірлестіруге болады. Вара тек харам, мәкрух және күмәнді саналатын нәрселерден тыйылу деген сөз. Ғұламалар мүриттің ісі тыйым салынған және күмәнді нәрселерден тыйылу. Ал мұның бәрінің тірегі астың адал болуына көңіл бөлу. Адал тамақ тұтынатын адам күнә жасағысы келсе де күнә жасай алмайды. Ал тыйым салынған нәрселер тұтынған адам Аллаға құлшылық қылғысы келсе де табысқа жете алмайды. Айта кету керек, рұқсат етілген нәрседен тыйылудың тақуалыққа қатысы жоқ. Хадисте бір адам күн астында тұрып ораза ұстауға нәзір етті. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл кісіге көлеңкеге кіріп отырып оразасын аяқтауды бұйырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оған Аллаға ғибадат саналатын нәрсені аяқтауды және ғибадат емес нәрсені тастауды бұйырды. Әттең, тақуалықты ту еткен адам рұқсат етілген нәрселерден бас тартып, таза әрі күнәсіз қалса ғой. Бірақ іс керісінше, ол шариғатқа қатысы жоқ нәрсені шариғатқа жатқызғандықтан күнәһар болды. Бір нәрсені екіншісіне артық деген сенім — бұл адасушылық. Шариғаттың шешімі екі нәрсеге де бірдей. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бал қосылған халуаны жақсы көретін, ет жейтін, әсіресе ортаңғы жілікті ұнататын, суға құрма мен мейіз қосып сусын әзірлейтін, мейіз қолданатын. Уәра туралы әдемі сөздер. Ғалымдардың бірі тақуалық күмәнді нәрселерден бас тарту дейді. Сондай-ақ сыртқы тақуалық Алланың разылығы болмайтын ешбір қимыл жасамауы. Уәра туралы әдемі сөздер. Ғалымдардың бірі тақуалық күмәнді нәрселерден бас тарту дейді. Сондай-ақ сыртқы тақуалық адамның Алланың разылығы болмайтын ешбір қимыл жасамауы. Ал ішкі тақуалық адам жүрегіне Алладан басқа еш нәрсенің болмауы деп айтылды. Суфиян ас-Саури Құдси рух: мен тақуалықпен жүруден оңай нәрсе көрмедім. Қандай нәрседе кішкене күмән болса, оған жуымайсың дейді. Вара тіліңді мақтау мен айыптаудан сақтау. Бір діндар ғалымнан дінде ең басты нәрсе не деп сұралғанда, ол тақуалық деп жауап берді. Ал одан діндегі апат не деп сұралғанда,
ол дүние байлығына сараңдық деп жауап берді. Алла Тағала Мұса алейхиссалам пайғамбарға вахи түсірді. Құлдар тақуалық пен дүниеден бет бұрудан артық нәрсемен маған жақындамайды. Абул Фаварис әл-Кирмани құдуссирру, тақуалықтың белгісі вара, ал вараның белгісі күмәнді істерден бас тарту дейді. Сондай-ақ өтіріктен, зұлымдықтан және жала жабудан аулақ бол. Сосын қалғаныңды істе делінді. Салихтар айтады: кімде-кім харамнан көзін тыйса, нәпсісін күмәнді істерден сақтаса, ішкі әлемін үнемі Алла Тағалаға бұрса, ал сыртқы әлемін пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам сүннетін орындаумен әсемдесе, өзін адал асқа ғана үйретсе, оның көрегендігі мен түйсігі оны адастырмайды. Шақи құдүсір былай дейді: адамның ең жақсы қасиеті төртеу: ашу кезінде жұмсақтық таныту, жоқшылықта жомарттық көрсету, кез келген жағдайды шындықтан таймау және оңаша қалғанда тақуалықты сақтау. Дін ғалымдарының бірі: мына 10 нәрсені өзіне парыз санамайынша кісінің тақуалығы толық болмайды. Тілді күпір сөздерден сақтау, басқаларды келеке етуден аулақ болу, біреу туралы жаман пікірден аулақ болу, тыйым салынған нәрсеге қарамау, шыншыл болу, Алланың мейіріміне үміт артып, өз-өзіне сеніп, менменсініп кетуден сақтану, мал мүлкін жамандыққа емес, жақсылыққа жұмсау, атаққұмарлық пен тәкаппарлықтан сақтану, парыз намаздарын қалдырмай оқып, жамағатпен намаз оқуға тырысу, сүннет жолын үнемі және қатаң ұстану. Тақуалардың табандылығы. Төменде уәра, тақуалық және шариғатты орындауда табандылық танытқан салихтардың өмірлерінен мысалдар мен айтқан сөздері берілген. Риуаят бойынша Хасан ибн Абу Саннан құдуссир жатып ұйықтамайтын, майлы тамақ жемейтін және салқын су ішпейтін. Харис әл-Мұхасибидің құдуссир әкесі Қадария сенімдегі адам болатын. Әкесі қайтыс болғанда Харис мұрадан бас тартуды тақуалық деп санады. Өйткені ол әкесі қайтыс болар алдында әхлі-сүнна вәл жамағат сенімінде болмады деп ойлады. Осындай оймен ол мұрадан бас тартты. Өйткені хадисте әртүрлі дін өкілдері өзара мұрагер бола алмайтынына қатысты екі түрлі дін өкілі бір-біріне мұра қалмайды деп айтылған. Абу Али Әддақа құдуссир, Харис әл-Мұхасиби құдуссир күмәнді тағамға қолын созса болды, қолдары дірілдей бастайтын. Бір күні Жүнайд әл-Бағдади құдуссир бір жақынының үйлену тойынан Хариске құдуссир тамақ алып келеді. Алайда Харис құдуссир оны жеуден бас тартады. Бірнеше күн өткеннен кейін оған қорғап қалған нан ұсынылады. Сонда ол нанды қолына алып, мүритке ас ұсынсаң, осыны ұсын деген екен. Хамдун әл-Қассари құдуссир өлім аузында жатқан бір досының жанында болады. Досы қайтыс болғаннан кейін Хамдун құдуссир шамды сөндіреді. Жанында отырғандар: мынадай жағдай болып жатса, шамды өшіргенін қалай дейді. Бұған Хамдун құдуссир былай деп жауап береді: осы уақытқа дейін ол шамның иесі бар еді. Ал енді осы сәттен бастап бұл шам оның мұрагерлерінің меншігіне айналды. Бізге қолдануға болмайды. Имам Әш-Шарани құдуссир: біз өз отбасыларымыз болған жерге, тіпті әтек болса да ер қызметшілер кіргізбеуге сөз бердік. Бұрынғы өткен салих тақуалы жандар тамақ, сусын, киім және үй жағдайдың сән салтанатынан бас тартты. Мүминдердің әмірі Омар ибн әл-Хаттаб радиаллаху ан: егер біреуі жеткілікті болса, бір уақытта екі түрлі тағам жеуден баласын тыйып, мөлшерінен асып кеткеннің бәрін жұртқа таратуды бұйырды.